Библия гиди. Библия гиди гидтер мәзірінде. Бұл құрал берілген үзінді бойынша ақпарат жинауға мүмкіндік береді. Бұл өріс библиялық сілтемені қабылдайды. Яковтың бірінші тарауын енгіземіз. Біз бірден берілген үзінді бойынша қолжетімді пікірлер тізімін көреміз. Ескеріңіз, мұнда пайда болатын пікір жергілікті түрде жүктелуі тиіс. Бұл бізге әр пікірдің алдында орналасқан жергілікті компьютер белгішесінен белгілі. Белгілі бір пікірге басу арқылы жаңа қойында ашылады. Онда біз пікірді оқи аламыз. Біз танымал сөздерді көреміз. Бұл сөздер бұлтында біздің іздеген үзіндіден танымал сөздер көрсетіледі. Мысалы, искушайт сөзі 4 рет бар. Бұл жерде кросс-сілтемелер мәтінін көрсетеді. Ескеріңіз, мұнда қолданылатын Библия мәтіні біздің кітапханамыздың приоритетті ресурстар бөлімінде бапталады. Sermon аудио проповедтері. Проповедтер. Әдепкіде ағылшынша проповедтер жүктеледі. Олар архивтің басым бөлігін құрайды. Бірақ интерфейсіміз орыс тілінде бапталған. Сондықтан орыс тіліне ауысып, орыс тіліндегі сегментті іздеуге болады. Бір проповед табылды. Бұл проповед берілген үзінді. Сондықтан Библия гиді бізге берілген үзінді бойынша кітапханамыздан максималды ақпарат жинауға мүмкіндік береді.